Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен қатысушылар. Мен номер 28 орта мектебінің 8 сынып оқушысы Байза Ахмал-туған. Менің бүгінгі қорғайтын жобамның тақырыбы инновациялық экологиялық бизнес идеялар тұрақты дамуға жол. Ең алдымен қоршаған орта тақырыбына анықтама бере кетсем, қоршаған орта ол біздің денсаулығымызға, өмірімізге әсер ететін факторлардың жиынтығы. Неге қазір экологиялық бизнес маңызды? Себебі қазір климаттың өзгеруі, ресурстардың сарқылуы және қоршаған ортаның ластануы бүгінгі күннің ең өзекті мәселелері болып отыр. Осы экологиялық бизнеске қатысатын нәрселер олар бізде климаттық дағдарыс, нарықтық сұраныс және заңнамалық қысым. Климаттық дағдарыс дегенде қазір біздің жұтып отқан ауамызда SO2 деңгейі, яғни көмірқышқыл газының деңгейі рекордтық деңгейге жеткен. Жаһандық жылыну экономикалық шығынға әкеліп жатыр, яғни жыл сайын триллиондаған долларлар кетіп жатыр. Нарықтық сұраныс қазіргі таңда осы жасыл аймақты тұтынушылардың 73% таза өнімдерге артық төлеуге дайын. Заңнамалық қысым болса, қазір ерте бейімделген бизнес бәсекелестік артықшылыққа ие болып отыр. Тұрақты бизнестер үш топқа бөлінеді. Олар экологиялық жауапкершілік, экономикалық тиімділік және әлеуметтік тиімділік. Экологиялық жауапкершілік дегеніміз табиғатты сақтау, қоршаған ортаны ластамау, ресурстарды үнемдеу, ал экономикалық тиімділік ұзақ мерзімді пайда мен инновациялар. Ал әлеуметтік тиімділік болса, ол бір қалдықтан ұзақ уақытқа жарайтын нәрселер шығару. Қалдықтарды басқарудағы инновациялар. Қалдықтар ол тек қана пайдаланылған нәрселер емес, ол бір заттан және екінші нәрсені шығаруға арналған ресурстар. Қалдықтарда бізде айналымдық экономика, биогаз өндірісі және ақылды қалдық жүйелері арқылы қолдануымызға болады. Жасыл энергетика шешімдері. Қазіргі таңда Қазақстан жел мен күн энергиясының ең маңызды әлеуеті болып отыр. Айтқанда, бұл жерде күн панельдерін орнату және жалға беру бизнесі, жел фирмаларын дамыту, энергия үнемдеу аудиті қызметтері және электромобиль зарядтау станциялар желілері осы барлық елдерге Қазақстан арқылы тарап отыр. Бізде қоршаған орта дегенде ең алдымен есімізге су түседі, яғни таза су ол планетаның ең бағалы ресурсы. 2050 жылға қарай әлем халқының жартысы су тапшылығымен бетпе-бет келеді деп болжануда. Бұл сала инновациялық бизнес үшін үлкен мүмкіндік. Қазіргі таңда осы суды үнемдеу, ақылды суару жүйелері, биологиялық тазарту, жаңбыр суын жинау арқылы жүзеге асып отыр. Экотуризм және тұрақты ауыл шаруашылығы. Экотуризм дегеніміз ол бізде табиғатпен үйлесімді саяхат болса, ал ауыл шаруашылығы болса, ол тұрақты егіншілік. Қалалық жерлерде жасыл кеңістіктерді құру үшін біз ақылды парктер құру арқылы, тік бақтар құру арқылы, және шатыр бақтары құру арқылы жасай аламыз. Яғни бұл үшеуін де біз эстетика мен экологияны байланыстыра отырып, мысалы кез келген бір көшеде жасыл шөптерді немесе жасыл аймақтарды орнату арқылы біз эстетика мен экологияны біріктіріп, өзіміздің табиғатымызды қорғай аламыз. Өзімнің сөзімді қорытындыласам, қоршаған ортаны қорғау, ластамау біздің маңызды міндеттеріміздің бірі. Яғни біз осы қазір жастар көптеген бастамалар арқылы қоршаған ортаны қорғап, жасыл экономикаға айналдыра аламыз.